Халал даму орталығының директоры Айбек Асқарбекұлы ағамыз келіп отыр. Аға, қош келдіңіз. Күмәнді нәрсенің өзінен арамнан қашқандай қашып бойын аулақ ұстау керек дейді. Көбісі халал дейсіз. Халал, адал нәрсе өте көп. Алла. Арам нәрсе өте аз. Тыңдармандарымыз, көзқарақ тыңдармандарымыз сол кісілерден солай талап етсін. Қазір күнімізде адал асқа деген сұраныс көп, адал тамақ қай жерде бар деп іздеп жүретін адамдар да көп шынымен. Базарлардан ет сатып алу мәселесі өте қиын болып тұрады. Адал ас жейтін болса, оның Алла тағала жүрегіндегі хикметті даналық тілінен ағызады дейді. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Салауаттар мен сәлемдер ардақты пайғамбарымызға болсын. Құрметті Ихсан Кизет көрермендері, Алла қаласа бүгін сіздермен аса маңызды бір тақырып жайында сөз қозғаймыз. Бүгінгі біздің құрметті қонағымыз Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы Халал даму орталығының директоры Айбек Асқарбекұлы ағамыз келіп отыр. Аға, қош келдіңіз. Қадамыңызға көл бітсін, Алла сауаптан жазсын. Енді расымен бұл халал мәселесі өте маңызды мәселе ғой. Біздің өмірімізге, біздің денсаулығымызға, біздің құлшылығымызға, біздің жаңағы дұғамызға үлкен әсер тигізетін нәрсе. Сондықтан бір өте маңызды тақырып болғаны үшін сізді арнайы шақырып, аға, бір сұхбат жүргізсек па деген ниетіміз бар. Әуелі сұрақты бастайын. Жалпы шариғатымыз халал харам жайлы не айтады? Ассаламуалейкум баршаңызға. Альхамдулиллахи раббил алемин. Бүгінгі күндердің сұлтаны болған қасиетті жұмамыз баршамызға берекелі, тілеген дұға тілектерімізді Алла қабыл еткен болсын деп біз бастаймыз. Осы жерге, осы студияға шақырып, білгенін айтсын деп шақырғандарыңызға мыңдап рахмет. Алла игі істеріңізге береке берсін деп тілейміз. Енді біздің қызмет етіп отырғанымыз осы халал даму мекемесі болғандықтан, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының негізгі жұмыстарының бірі бұл адал мен арамды ажырату, оны халыққа түсіндіру, насихат айту, насихат жеткізу, бұл діни басқарманың негізгі қызметтерінің бірі. Ал енді біздің қасиетті дініміз, өміріміздің тірегі болған, өміріміздің негізгі бір арқауы болған біздің қасиетті дініміз исламда адал мен арамды әуел бастан екеуінің ара жігін ажыратып бөліп, екеуінің ортасында кәдімгі шекарасын шегендеп сыналап бекіткен болатын. Осы біздің қасиетті дініміз исламдағы осы шекараны, осы адал мен арамның екеуінің ортасын жете түсінген біздің дана халқымыз, бабаларымыз да адал мен арамға өте абай болған. Қасиетті дініміз исламда, оның қасиетті кітабы Құран кәрімде Алла тағала Бақара сүресінде біздерге былай дейді: уа адамдар, жер бетіндегі адал әрі таза нәрседен ішіңдер жеңдер деп бұйырады. Бұл бұлжытпас бұйрық. Алла тағаланың мұсылмандарға, адамдарға кәдімгі қатғи түрде, қатаң түрде ескерткен бұйрығы. Жер бетіндегі адал әрі таза нәрседен ішіп жеңдер дейді. Және екі дүние сардары сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям өзінің мүбарак хадистерінде өзінің мүминдерге, өзінің жаңағы үмметіне былай деп ескертеді: сендер үшін адал белгілі, арам белгілі. Осы екеуінің ортасында сендер білмейтін күмәнді нәрсе бар. Мұсылман баласы адалдан тұтыну керек, адалдан ішіп жеу қажет, арамнан қашу керек. Арамнан бұл Алла тағаланың тыйым салғаны. Сол сияқты жаңағы жоғарыда айтқан күмәнді нәрсенің өзінен арамнан қашқандай қашып бойын аулақ ұстау керек дейді. Күмәнді нәрсенің өзі мүмкін арам болуы әбден мүмкін. Сондықтан күмәнді нәрсенің өзінен де мұсылман баласы мейлінше сақтану керек, мейлінше қашу керек. Алла тағала адамның игілігі үшін бұл дүниені 18 мың ғаламды жаратқан болса, адамның игілігі үшін жаратылған дүниелердің ішіндегі басым көпшілігі, яғни баршасы деп айтуға болады, халал нәрсе өте көп. Көбісі халал дейсіз. Халал, адал нәрсе өте көп. Арам нәрсе өте аз. Санаулы ғана. Санаулы ғана. Оң қолдың 5 саусағы саналатындай дүние. Енді осы
жаңағы өлексе, доңыз, жаңағы басқа деп қан деп Алла тағала қасиетті Құран кәрімде бұл арамды санап өтті ғой. Бұл арамнан қашу мұсылман баласына әсте қиыншылық тудырмау керек. Неге десеңіз, адал нәрсе өзінен өзі көп дүние. Арам нәрсе бұл аз, санаулы ғана. Осыдан аулақ болсаңдар, сендер құтыласыңдар дейді. Сендер онда туралыққа жол бастайсыңдар дейді. Ал енді ғалымдарымыздың айтқан сөзі бар ғой, кімде-кім 40 күн бойы адалынан ас тұтынатын болса, кімде-кім жаңағы 40 күн бойы тек қана адал ас жейтін болса, оның Алла тағала жүрегіндегі хикметті даналық қылып тілінен ағызады дейді. Көрдіңіз бе? Кімде-кім 40 күн бойы адалынан ас тұтынатын болса, жүрегіне хикмет береді, сол жүрегінде хикметті даналық қылып тілінен ағызады дейді. Яғни адамның сөйлеген сөзінің өзі маржандай, мұнтаздай таза, жүрген жүрісі таза, жүрген жүрісінің барлығы үлгі, яғни адалдың пайдасын айтып тұр мұнда. Керісінше, кімде-кім 40 күн бойы харамнан қашпайтын болса, харамнан бойын аулақ ұстамайтын, сақтанбайтын болса, харамнан ас жейтін болса, Құдай оның дұғасын қабыл етпейді дейді. Және Құдай жүрегіне келетін сәуленің Алланың нұрын жауып қояды дейді. Бұл дегеніміз, бұл қатаң ескерту. Яғни қазіргі күнде мынау телефонымызды авиарежимге қойсақ, немесе бір жерге бар сет жоғалып кететін болса, байланыс аясынан тыс жерде болып қаламыз ғой. Не болды, жан-жақтан хабарымыз алаңдаймыз. Сол сияқты бұл жүрегіне келетін Алланың сәулесі түспейді дегеніміз, ол не? Яғни бізге ештеңе әсер етпей қалады деген сөз. Және ғалымдарымыздың мынандай сөзі бар, осы арам туралы, адал туралы. Кімде-кім Құдайдан шынайы тақуалықпен, Алладан шынайы қорқа отырып, арамнан бір ретте болса да қашып бойын аулақ ұстайтын болса дейді, сен үшін түндерде тұрып 100 ракағат намаз оқудан қайырлы болмақ дейді. Машалла. Құдайдан бір рет шынайы тақуалықпен қорқып, адалдан тұтыну үшін арамнан қашатын болса, түн ішінде тұрып 100 ракағат намаз оқудан да қайырлы болуы мүмкін дейді. Сондай керемет нәрсе дейсіз. Яғни адалдың жолы бұл дұрыс екендігін, арамның жолы бұралаң екендігін айтып отыр. Енді жаңағы біздің Құдайдан сұрайтынымыз жалғыз әрбір мұсылманның қаруы дұғасы бар ғой. Әрбір мұсылманның қаруы дұғасы, әрбір мұсылманның Алладан шынайы жалбарынып сұрайтын біздің дұғамыз. Дұғаның қабыл болуына тікелей әсер ететін фактор ол біздің адал астан тұтынуымыз. Асымыз адал болатын болса, ол біздің дұғамыздың қабыл болуына көбірек мүмкіншілік бар деген сөз. Яғни біздің шариғатымызда адал асқа деген өте жаңағы кім неден тұтынып, неден ішіп жейтін болса, сол нәрсеге қарай көбірек ұқсайды дейді ғой. Сондықтан біз бұны жаңағы ғалымдарымыз айтқан, және соңғы уақыттағы мұсылман емес ғалымдардың өзі бұны тағамтану мәселесінде айналысып жүрген ғалымдарымыз бұны дәлелдеген. Сондықтан адалдықтың маңызы біздің шариғатымызда, біздің қасиеттерімізде өте жоғары маңызға ие. Алланың рөлі өте жоғары. Алла разы болсын, өте керемет жауап болды. Енді расымен де қазір күнімізде адал асқа деген сұраныс көп, адал тамақ қай жерде бар деп іздеп жүретін адамдар да көп шынымен. Мысалы бізде бір медреседе ұстазымыз болған, мен 20 жыл бойы сапарда жүрдім дейді, жүремін дейді, бірақ арам тамақ жеген емеспін дейді. Мысалы кафелерге барамыз, сол жерден картошкамен бір нәрсе ала саламын дейді, етін алған жоқпын дейді. Сондай тақуалық жолда ұстанып жүрген адамдар қазір күнімізде Аллаға шүкір көбейіп келе жатыр. Аға, енді екінші сұрақ сізге, адал астың жалпы адам өміріне бір пайдасы жайында қысқа нұсқа айтып өтсеңіз. Дана халқымыз былай дейді, астың адалдығы жақсы, бастың амандығы жақсы дейді. Және сонымен қатар ауру астан, дау қарындастан дейді. Бұл екі нақыл сөз адал астың қаншалықты маңызды екендігін жаңа жоғарыда аят хадистерді айтып отырмыз ғой, ғалымдардың, ғұламалардың, ислам ғалымдарының сөздерін бәрін айтып отырмыз. Мына екі ауыз сөз, мына екі нақыл осының барлығын қамтиды. Том-том кітап дейсіз. Том-том кітапқа арқау болатын жүк. Астың адалдығы, бастың амандығы жақсы дейді. Және ауру астан, дау қарындастан дейді.
Егер түсінген адамға осы жеткілікті. Екі ауыз сөз. Екі ауыз сөз жеткілікті. Ал енді біздің адам өміріндегі пайдасын алатын болсақ, ол біздің жаңа жоғарыда айтқан дұғамыздың қабыл болуынан және дұғамыздың қабыл болмай қалуынан асқан шәрменделік болмайтын шығар. Әрине. Сондықтан адам өміріне біздің мынау адалас өте бір пайдалы дүние. Ал енді арамастың зияндарына келетін болсақ, оның бірінші жаңағы дұғасы қабыл болмайды, оның жаңағы жүрген жүріс-тұрысы өзгереді, оның сөйлеген сөзі өзгереді, оның ортасы өзгереді. Ең соңында ол адамды Құдай сақтасын тозаққа жетелейді. Құдай сақтасын тозаққа жетелейді. Мына нәрсені айта кету керек. Мұсылмандардың әміршісі екі дүние сардары сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан кейінгі әділетті 4 халифаның ең үлкені Әзірет Әбу Бәкір. Әбу Бәкірдің өмірінде мынандай бір оқиға болады. Бір күні кешке жақын ауызашар уақытында қызметшісі дайындап берген тамақты жейін деп отырады. Тамақтың біразын жеген, сол кезде есіне түседі, біздің үйде мынандай ас жоқ еді ғой деп. Сосын қызметшісін шақырып сұрайды, бәленше, біздің үйде мынандай ас жоқ еді ғой. Бұл қайдан келді деген кезде, қызметшісі айтады, уа мұсылмандардың әміршісі, мен исламға келместен бұрын, яғни мұсылман болмастан бұрын, өмірімде сәуегейлікпен, құмалақ ашумен, балгерлікпен, көріпкелдікпен айналысатын едім. Сол кезде маған бір танысым қарыз болған еді. Сол қарызын бүгін алып келіп берді. Мен сол ақшаға осы тамақты дайындадым дейді ғой. Сонда Әзірет Әбу Бәкірдің түрі сұрланған соншалық дейді. Мына адам ішкен жегенін шығарып тастағысы келсе, құсқысы келсе, оң қолының сұқ саусағын аузына салып жасайды ғой. Ол кісі дейді, оң қолын аузына түгел салды дейді. Алла. Жаңағы жеген асты емес, күні бойы ас жүрген асқазанды құсып тастайды екен деп қорықтым дейді. Бұны қызметшісі айтады. Сосын қызметші сұрайды, о мұсылмандардың әміршісі, неге сонша сұрланып, неге сонша қорқып жатсыз? Неге бұл әрекетке бардыңыз дегенде, мен екі дүние сардары сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан естідім дейді. Мен пайғамбарымнан естідім дейді. Кімде-кімнің асқазанына бір түйе арам ас түсетін болса, ол тек қана тозақпен тазаланады дегенді естігем дейді. Ол тек қана тозақпен тазаланады дегенді естігем дейді. Сондай дәрежеде. Яғни сондай дәрежеде бұлар сақтанған. Және бір ғалым, он Абу Ханифа дегенде біздің мазхабымыздың құрушысы, үлкен ғалым Абу Ханифа дегенде риуаяттар бар екен. Ол кісі өмір сүрген Куфа қаласында, сол қалада бір қой жоғалыпты дейді. Біреу қойын таппай қалыпты дейді. Білесіз бұл оқиғаны? Сонда ол кісі бір қой шамамен қанша жыл өмір сүреді дейді. 6-7 жыл өмір сүреді дейді. Сонда 6-7 жыл ол кісі қой етін жемеген деген еміс-еміс әңгімелер бар. Сонда қараңыз, ол қой мүмкін айланып келіп біздің табағымызға түсіп кетуі мүмкін деген сақтық қой енді бұл жерде. Сондай тақуалық. Сондай тақуалық. Көрдіңіз бе? Адам өміріне бұл адаластың қаншалықты маңызы, арамастың қаншалықты соншалықты қорқынышты екендігін осылардан ақ көруімізге болады. Бірақ әңгімені тоқетер, жаңа жоғарыда айтқандай, екі ауыз сөз, ауру бастан, дау қарындастан, бастың амандығы мен астың адалдығына жетер ештеңке жоқ. Керемет жауап болды аға. Негізі бұл енді естіген құлақ болса, түсінетін жүрек болса. Мысалы, кейде бауырлар енді намазған жігіттер бір үйге қонаққа барады, мына етіңіз адал ма деп сұрап жатады да. Енді оған сол барған үйдің қонағы немесе досы ренжімесе деп ойлаймыз да. Енді ол сұраған дұрыс қойған. Кейде түсінбей қалады да, неге сұрап жатсың деп. Енді бір ауыз сұрай салса, оған бір қатты бір зиян келмейтін нәрсе ғой. Мынауыңыз адал ма, арам ба, жақсы деп жей берсе, енді бір ауыз сұрап жатса, оған енді бұндай жерде мынау жалпы орта өте маңызды деп ойлаймын. Орта өзінің айналасындағы араласатын ағайын туғаны, дос жараны өзі сияқты адамдар болатын болса, өзі адаласқа қаншалықты мән беретін болса, ортасы да солай мән беру керек. Ортасы қандай болса, Абай айтады ғой, сен досыңды көрсет, мен сен кім екеніңді айтайын дейді ғой. Сен достарың өзің сияқты болу керек та. Ол үйге барған кезде сен күмәнданбай ас жейтіндей болуың керек. Ағайын туысының үйіне барған кезде сен күмәнданбай ас жей алатындай болуың керек. Бұл өте маңызды дүние.
Иә, мысалы өз досының үйіне барып, мына асың адал ма, мына асың арам ба деп сұрап тұру, бұл ана үй иесін ренжітетін сұрақ бұл. О да бар, дұрыс айтасың. Ол жағы да Бұл бар. оның көңіліне қылаудай болса да қаяу түсіретін жағдай. Айтады сөйтіп. Сондықтан бұл жерде өте сақтық керек. Айыппен дейсіз. Байыппен, Даналықпен. әдеппен, даналықпен. Енді бір-бірімен қалжыңы жарасқан құрдастар болса, ой сен арам ас жемейсің ғой деген сияқты немесе жаңағы әзілдесу арқылы ол жерден өтіп кетуге болады. Әзілдің астында зіл бар, әзілдің астында Сұрақ бар. Әзілдің астында сұрақ бар, әзілдің астында шындық бар, әзілдің астында оған айтатын насихат болу керек. Сөйтіп, сол жерден солай шығып кетуге болады, және ол досы, ол ағайын туғаны бұдан ары қарайғы дастархандарында ойланатын болады. Көрдіңіз ба? Осы нәрседе біз абай болуымыз керек. Адалас жейді екенбіз деп, әрине адалас жеу бұл біздің негізгі міндеттеріміздің бірі, бірақ ана досымызды да немесе үй иесін олай ренжітіп алуға да болмайды. Бетіне басып айту дейсіз. Осы нәрселерге өте абай болуымыз қажет. Иә, дұрыс, даналықпен сұраған дұрыс па, енді барып мынауың халал ма, мынауың харам ба деп бірден бас салудан негізі ол адам жүрегіне қаяу түсіретін нәрсе ғой. Сонда мені одан кейін ол адамды үйіне шақырғысы келмей қалуы мүмкін. Ол да бар. Дұрыс айтасыз. Қойшысам деп. Шақырмай қойса тағы да ыңғайсыз. Иә. Мұсылманшылыққа жат дейсіз ғой, дұрыс айтасыз. Бірақ біздің Құдайға шүкір қазір енді көкірегі ояу, көз ашық жігіттер, одан кейін шариғатты білетін, одан кейін мынау ішкен жегеніне мән беретін адамдар Құдайға шүкір көп. Одан кейін әрбір қазақтың баласы мал сойғанда бисмиллясын айтып, Аллаху акбарын айтып сояды ғой. Бірақ енді амал жоқ, жаңа кейде базарлардан ет сатып алу мәселесі өте қиын болып тұрады. Ол жерде жаңа білмейсіз. Ол жерде сіз ақшаңызды беріп сатып алайын деп жатсыз ғой. Ол жерде сұрау керек бұны. Сұрау керек. Ол жерде сіз табан ақы маңдай теріңізді жұмсап, өзіңізге және туған туысыңыз дейтін, бала шағаңыз дейтін, дос жараныңыз дейтін ет сатып алып жатсыз, ас сатып алып жатсыз. Ол жерде сұрау керек, түбіне жету керек оның. Дұрыс, өте дұрыс. Оның түбіне жету керек. Мынауыңыз қайдан келді? Бұны кім сойды? Қалай дәлелдейсіз? Сертификатыңыз бар ма, жоқ па? Ақшасымен алып тұр ғой, енді өзі алады. Ол табан ақы маңдай терімен ақшасымен алып тұр ғой. Ол жерде сұрап, бұның түбіне жету керек. Сонда мына жақ үйіне шақырған қонаққа жаңағыны сұрайтындай жағдай қалдырмайсыз да сіз. Түсіндіңіз бе? Бұл жерде осымен шығасыз. Сіз сатып алайын деп жатсыз етті. Сіз табан ақы маңдай теріңізбен тапқан пұлыңызға, ақыңызға барып біреуден сатып алайын деп тұрсыз. Оны талап етіп дәлелін сұраңыз керек болса. Керек болса өзіңіз барып сойып алыңыз. Керек болса жаңағы сондай адамдарды ғана таңдап жүріп алыңыз. Сонда сіз мына жақта қанша адамның аузына ас беріп жатсыз. Қонаққа шақырасыз біреуді. Ер адам үйге ризық несіп алып келген кезде адалынан алып келіңіз дейді. Адал алып барған бұл бала шағасы үшін, үйіндегі жандар үшін сұралатын ер азамат. Сондықтан ол жерде ол мойнындағы жауапкершілікті дұрыс орындау керек. Керемет. Бұл негізі көп адамдар осыны сұрайды. Жаңа кез келген дүкеннен барып ет алсам қалай болады дейді. Базарға барып алсам қалай болады дейді. Енді мынау үлкен қалалардағы мынау әсіресе осы Қарағандының айналасы, әсіресе мынау солтүстіктің айналасындағы үлкен қалалардағы ет дүкендерінде жаңағы адал төрт түліктің етімен қоса өкінішке орай жаңағы Алла тағала қасиетті Құран кәрімде арам еткен доңыздың еті де қатар сатылып жатқан жағдайларда кейде көзіміз шалып қалады. Бұл дұрыс емес. Сонда қалай мүмкіндігінше ол жерден ет алмауға тырысу керек. Өйткені ол жерде екеуінің жаңағы кесетін арасы, шабатын балтасы бір болып қалуы мүмкін. Өте керемет болды. Яғни екі ет мынау адал деп тұр, шошқаның еті тұр. Оны бір жерде сатылып тұр. Бисмилля Аллаху акбарын айтып сойып алып келген шығар ана қазір. Адалғы. Бірақ мына жерге келіп орта бір есіктен кірді, бір арбада, бір тележкада, бір жәшікте тасыды, немесе бір жәшікпен қойған болса, немесе екеуі бір жерде сақталған болса, бір пышақпен сойған болса, бір пышақпен кескен болса, мынаның несі мынаған өтеді.
Керемет сұрақ бұл. Бұл Өте маңызды дос. бұл мына сіздің адал деген етіңізді құртады да. Оны енді 100 жерден бисмилля Аллаху акбар айтып жесеңіз де тағы дұрыс емес. Сондықтан бұл жерде біз өте абай болуымыз керек. Сондықтан ет дегенді мүмкіндігінше таныс адамнан сатып алу керек. Мүмкіндігінше басынан сойдыртып алу керек. Мүмкіндігінше ауылдардан сатып алып кеп, сойып алып кеп тікелей тасымалдаушылардан алу керек. Базардағы ет бұл күмәнді былайша айтқанда. Оны базардағы сауда жасайтын әпке қарындастарымыз, бауырларымыз ренжісе де бұл нәрсені айтуымыз керек. Және сол жердегі кісілер базар басшылығын талап ету керек. Сол жерде қызмет ететін қаншама сонымен бала шағасын асырап отырған қаншама қара көздеріміз бар. Бұл кісілер базар басшылығын талап ету керек. Мынаны бөлек шығарыңыз. Мынаны бөлек шығарыңыз. Біз қаншама адамға ет сатып отырмыз. Біз адалынан сойып алып келдік. Енді соны адал ары қарай жеткізгіміз келеді. Мынаны бөлек шығарыңыз деп сол жерде талап ету керек. Өте дұрыс айтасыз. Оны осы сұхбатымызды естіген кісілер болатын болса, солай істесін. Немесе осы сұхбатымызды естіген тыңдармандарымыз, көзқарақ тыңдармандарымыз сол кісілерден солай талап етсін. Осылай істе. Иә, деп айту керек. Сонда біріне бір насихат жеткізетін болса, бұл түбінде жасалады. Біз жақсылықтан үміт етеміз. Бұл түбінде солай жасалады. Солай жасалған кезде ол нұр үстіне нұр болады. Машалла. Өте керемет. Біраз сұрақ қамтылған жауап болды аға. Өте тамаша. Халықта осыны көп расымен де сұрайды. Имамдардан сұрайды, ұстаздардан сұрайды деген сияқты өте керемет болды. Енді аға, қазір күнімізде енді халалға сұраныс өте көп артуда, Аллаға шүкір. Мекемелерде көбейіп жатыр, кафелерде көбейіп жатыр. Енді қазір күнімізде жалпы халал дамудың жай-күйі қалай болып жатыр? Жалпы біздің Қазақстан Республикасында, елімізде, мемлекетімізде ең кеш дамыған салалардың бірі, ең кеш қолға алынған индустрияның бірі бұл халал индустриясы деп айтсақ, жаңылмаймыз. Заңмен әлі күнге дейін дұрыс реттелмеген. Одан кейін біздің енді мемлекетімізде діни қызмет және дін істері туралы заң бар. Оның аясында дін мен мемлекет бір-бірінен бөлінген деген нәрселер бар. Осыған байланысты халалда осының аясында заңмен дұрыс реттелген жоқ әлі күнге дейін. Бірақ мемлекетіміздің қамқорлығы әрине бар. Оны айтуымыз керек. Енді осы халал индустриясы кенже дамыған салалардың бірі деп айтып отырмыз ғой. Осыны жете түсінген діни басқарма 2014 жылдан бері қарай халал саласын бөліп жарып, халал саласына көп күш салу керек екендігін білгеннен кейін осындай жұмыстар қазір жасалып жатыр. Халықаралық деңгейде бекітілген діни басқармада 6 стандарт бар жұмыс жасап тұрған. Бас мүфтиіміз Наурызбай Қажы Тағанұлы Хазіреттің бастамасымен мынау 2021 жылдан бері қарай халал экспо деген халықаралық көрме ұйымдастырылып келе жатыр. Еліміздің 3 ірі мегаполисінде, Жамбыл облысында бұл нәрселер қолға алынды. Бұл не деген? Бұл халал өнім өндіруші кәсіпорындар бір-бірімен аралассын, таныссын, білсін, кім қандай өнім өндіріп жатыр, кімге не керек, сол жердегі халық қандай халал өнім бар екендігін көрсін, қандай халал өнім шығарылып жатқандығын көріп білсін деген мақсатта жасалып жатқан жұмыстар. Қазіргі күнде елімізде және шетелде Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан, Моңғолия, Тәжікстан сынды мемлекеттерде КМДБ халал діни басқарманың халал сертификатын алған 20-ға жуық кәсіпорын бар. Ал елімізде 1800-ден астам кәсіпорын КМДБ халал сертификатымен өнім өндіріп жатыр. Оның ішінде 700-ден астамы, тек қана 700-ден астамы қоғамдық тамақтандыру орындары. Асхана, кафе, ресторан деп айтып жатамыз ғой. Тамақтандыру орындары. Әрине, бұл да болса әлі де аз. Бұл да болса ауыз толтырып 800 деп айтқан, 1800 деп айтқан әрине жақсы, бірақ біздің алып мемлекетіміз, үлкен республикамыз, осынша миллион халқымызға бұл әлі де аз. Бұл әлі де аз.
Бұл қашан көбейеді? Бұл қашан көбейеді? Халықтың сұранысы көбейген кезде. Кәсіпорын немесе кәсіпкер өзінен өзімен бүгіннен бастап адал ас жасайыншы немесе өнімім халал болсыншы деп артық жұмыс жасау оларға артық шығын. Ал соны тұтынушы осы отырған сізбен біздің өзіміз, мынау біздің айналамыздағы бауырларымыз, біздің үй іші отбасымыз, бұның барлығы тұтынушы. Тұтынушы есіктің алдындағы дүкеннен бастап сұрайтын болса, дүкен ары қарай өндірушіден сұрайды, тасымалдаушыдан сұрайды, тасымалдаушы өндірушіден сұрайды. Яғни мына сұрап соңында кәсіпкерге жетеміз, кәсіпорынға жетеміз. Сонда ол ойланады, мына бәрі сұрап жатыр. Мен бүгіннен бастап мынау халал таңбасы бар дүниені жасайын, халал стандартқа сәйкес жұмыс жасайын деген сияқты ойланады да, ары қарай бұл халал индустриясы дамитын болады. Бұлған біз сұраныс арқылы жетеміз. Талап бар жерде ол өсу бар, даму бар, талап бар жерде жаңағы бәсеке болады. Керемет болды. Енді кейін бізге сұрақ қояды адамдар. Халал деген белгісі бар тағамдар жей беруге бола ма дейді. Мысалы, арабшасы тұрады халал, былай халал тұрады. Шетелден келетін өнімдер сияқты. Енді біз айтамыз көбінесе діни басқарманың КМДБ халал дегенін ғана алыңыздар деп айтамыз. Енді осы ойда сізге сұрақ қояйын дегенім, сіздерден басқа мекемелер бар ма халал сертификат беретін? Оларды алуға бола ма? Жалпы еліміздегі мұсылмандардың қара шаңырағы бұл Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы, муфтиятымыз болып бар, діни басқарма бар. Халал адал мәселесінде бұл халал харам мәселесі діни термин болғандықтан, діни мәселе болғандықтан, бұнымен діни басқарманың айналысуы бұл заңдылық. Мәрине. Және ол Алланың алдындағы да, елдің алдындағы да аманатты арқалайтын діни басқарма. Ненің адал емес екендігін айту діни басқарманың тікелей міндеті. Ал енді халал стандарт бойынша сертификат беру мен айналысу тағы да діни басқарманың құзыреттілігінде болу керек. Сонымен қатар еліміздегі жаңағы халал индустриясында реттелмеген заңды пайдаланған кейбір жеке кәсіпорындар бар, халал сертификат беріп жатқан, бір-екі деп айтуға болады. Бұлар да сертификат берумен айналып жатыр. Бірақ олар қалай сертификаттайды, қандай стандарттар бойынша жұмыс жасайды, бұл мәселесін біз білмегендіктен оған ештеңе айта алмаймыз. Ал КМДБ халал сертификатына сенетін көзқарақты көрермендеріміз, оқырмандарымыз, діни басқарманы қолдайтын, осы діни басқарманың халалына қарай иек артып, үміт артатын, осыған өздерінің ішіп жейтін тапсыратын мұсылмандар үшін біз қолымыздан келгенше дұрыс жұмыс жасауға тырысамыз. Ал енді шетелден келетін халал өнімдерге байланысты келетін болсақ, шетелде әрине мынау араб елдерінде, Малайзия, Индонезия, Түркия сынды мемлекеттерде бұл халал мәселесі өте мемлекеттік мәселеде жолға қойылған. Ал енді мынау біздің кешегі тәуелсіз мемлекеттер достастығы, мынау одан кейін жаңағы советтік посткеңестен шыққан мемлекеттердің ішінде әлі де болса халал индустриясы тура біздегідей оларда да бір-бірімен байланысып жатыр. Әлі күнге дейін реттелмеген деп айтуға болады. Бұл жерлерде халал сертификат беруші жекеменшік мекемелер де бар. Бұны айтуымыз керек. Мысалы Ресейде, Қырғызстан, Өзбекстан, біздің көрші мемлекеттерде діни басқармаларына қарасты халал сертификаттаушы ұйымдар бар. Біз олармен тікелей қарым-қатынастамыз, тікелей байланыстамыз. Олардың халал деп берген сертификатын біз мойындаймыз, біздікін де олар мойындайды. Сонымен қатар діни басқарманың біздің КМДБ халал сертификатын мынау халықаралық дәрежеде Малайзиядағы Джаким аккредиттеуші орталық бар. Бұл Джакимнен біз 2008-2023 жылдары арнайы сертификатымызды алған болатынбыз. Осы аккредиттеуге байланысты біздің КМДБ халал сертификаты әлемнің 49 мемлекеті мойындайды. Сонымен қатар осы қазіргі уақытта мынау мемлекетіміздегі сауда және интеграция министрлігіне қарасты техникалық реттеу және метрология комитетіне қарасты ұлттық аккредиттеу орталығының арнайы аккредитациясын алу қазір
жұмыс жасалып жатыр. Егер осылардың барлығынан біз аман есен өтіп кететін болсақ, онда біздің КМДБ халал сертификатына деген сенім одан сайын артатын болады деп біз халықты сендіре аламыз. Әрине, діни басқармаға үміт артатын, діни басқармаға сенетін халық үшін біз алдағы уақытта да жұмыстарымызды одан жоғары деңгейде атқаруға міндеттіміз. Алла разы болсын. Енді жаңа бір сөзіңіз айттыңыз ғой, халал сертификат алған мекемелер, кафелер қазір көбейіп жатыр, санын да айттыңыз. Енді осылар қанша уақытта тексерістен өтіп отырады? Бір айда ма, бір жылда ма деген сияқты? Енді жаңағы өнім өндіруші кәсіпорынның ерекшелігіне байланысты. Мысалы, оның ішіндегі жаңағы қоғамдық тамақтандыру орындары бар ғой, асхана, ресторан, кафе, тамақтандыру орындары, бұл үнемі тұрақты түрде тексерісті қажет етеді. Әрине. Біз сертификат берерден алдын сол кәсіпорынмен екі жақты келісімшартқа отырамыз. Бұл келісімшартта негізгі пункт бар, негізгі бөлігі бар. Біз кез келген уақытта ескертіп немесе ескертусіз барып тексеруге, барып қарауға, бақылауға толық құқылымыз. Ескертпестен де бара бересіз? Ескертпестен кез келген уақытта бара береміз. Мысалы, осы Қарағандыға кешелі бері 2 күннен бері 3 күндік сапарға келдік. Мысалы, бұл Қарағандының өзінде біздің арнайы мамандарымыз бар. Олар тұрақты түрде тексеріп тұрады. Сонымен қатар Астанадан, орталықтан мамандар келіп, 3 адам келіп, Қарағандыда 3 күн бойы жұмыс жасайды. Неге? Жаңа кәсіпорындарға тексеріс жүргізу. Қоғамдық тамақтандыру орындары әсіресе қалай жұмыс жасап жатыр? Өткен жол келген кезде мынандай болып еді, енді бүгін мынандай. Бізден сертификат алатын кезде келісімшартқа отырды, соның негізінде біз арнайы жұмыс жасаймыз. Ал енді одан да басқа үлкен кәсіпорындар бар, мысалы шұжық өндірісі бар, басқа да өндірістер бар. Осыларды өзінің белгілі бір уақытта тексеруді қажет етеді. Бірақ оларға да біз ескертусіз барып кез келген уақытта тексеруге толық құқығымыз бар. Ең басты ерекшелігіміз осы. Керемет екен, өте керемет. Енді қазір тауықты тұтынатын адам көп қой қазір. Сол халал болу үшін сою керек, қалай сою керек деген сияқты сұрақтар көп келеді. Енді біз әрине 4 түлік мал етін жеп өскен халықпыз ғой. Бірақ мынау нарық заманында еттің қымбат болып тұрған уақытында арзанға қарай ұмтылып жатырмыз. Тауық тұтынатындарды баршылық, оларға да бұл да мынау халал стандартта үй жануарларын, ауыл шаруашылық жануарларын сою стандарты деген үлкен бір стандарт бар. Ол стандартқа бұл жерде қарастырылған. Оны халал деп халыққа беру үшін ең бірінші оның қалай жем жеді. Соған қарап. Немен қоректенді, яғни рацион, тағамы тексерілу керек бірінші. Бірінші очередь. Бірінші кезекте оның ішкен жегені адал болу керек. Жеген жемінің құрамында тыйым салынған дүниелер, витаминдер болмау керек. Тыйым салынған кейбір жаңағы жем түрлері бар. Олар тауықты тез семіртеді, тауықты тез өсіреді, осындай тауыққа көбірек күш береді деген сияқты. Бірақ оны берсе, ол тауықтың еті халал болмауы мүмкін. Күмәнді. Соған біз баса назар аударамыз. Бірінші тауықты сою процесін емес, тауықты біз жемдеу мәселесін бірінші тексереміз. Жемін зертханалық қорытындылар жасаймыз. Осыдан кейін, егер бұл мәселе дұрыс болған болса, одан кейін сою процесі. Оны бауыздау, әрқайсысына жеке-жеке бисмилля Аллаху акбарын айтып сою, одан кейін қансыздану процесі, жаңағы жүн жуылатын кездегі судың градусы деген сияқты, осылардың барлығы толық тексеріледі. Бұлардың барлығы стандартқа сай болатын болса, қалай сақталады, қалай тасымалданады, қалай жаңағы сатылу сөресіне шығады деген сияқты. Осылардың барлығы, процестің барлығы толық орындалса, ол тауықта ешқандай мәселе болмайды. Ал егер бұлар сақталмайтын болса, ондай тауықты жеуде күмәнді. Өте керемет болды. Сондықтан мынау осы өнімді алатын кезде халал сертификаты бар екендігіне, сенімді сертификаттау орталығынан сертификатталғандығына баса назар аударған жөн. Алла разы болсын. Енді мынандай сұрақта да көп қойылып жатады. Кейде адам дейді, мұсылман адам мал бауыздаған кезде бисмилляны ұмытып кетеді екен. Немесе сенде жазық жоқ, бізде азық жоқ деген сияқты тілмен қазақ сөзбен де сойып жатады. Осы қаншалықты дұрыс болады? Енді жаңағы малдың адал бауыздалу үшін
ол мұсылман адамның мұсылман адам болуы, балиғатқа жеткен болуы, ақыл есі дұрыс болуы деген сияқты шарттары бар. Бірінші шарттары. Иә. Және бисмилля Аллаху акбар айтылуы керек. Енді бұл бисмилля Аллаху акбарды ол кез келген мұсылман айтып сояды оны. Бірақ үлкен қасапханаларда, үлкен мал сою процесі тез жүретін жерлерде мүмкін ұмытып кетуі мүмкін. Ықтималдықтары бар. Бірақ бізде оның барлығы қадағаланады. Оның барлығы қадағаланады. Сол жерде ұмытып кеткен жағдай болатын болса, ұмытқанды Құдай кешіреді. Әрине. Ұмытқанды Құдай кешіреді, оны сіз жақсы білесіз. Мұсылман сойып жатыр. Мұсылман сойып жатыр. Ол соны союға ниеттеніп келді. Ол етті жеуде ешқандай мәселе жоқ. Дұрыс айтасыз. Ал енді Құдай сақтасын, жаңағы қойған немесе жаңағы малға, жаңағы тауыққа айттым ғой, мынаған айтпай қойыншы деу, бұл дұрыс емес. Бұл етті жеу күмәнді. Бірақ ондай жасамайды деп біз сенеміз. Жақсы, Алла разы болсын, керемет болды. Енді аға, мына бір тағы бір мәселе. Бірақ кейбір мына нәрсені айтуымыз керек, кейбір бауырларымыз өкінішке орай қандай қасапхана ол жердегі қасапшы намаз оқи ма, айт намазына бара ма, жұма намазына бара ма, ораза ұстай ма деген сұрақтарды қояды. Бұл артық. Артық әңгіме. Ол ораза ұстайды, ұстамайды, намаз оқиды, оқымайды, оған Құдайдың алдында өз жауап береді. Қазақ не дейді? Әр қой өз тірсегінен ілінеді дейді. Оған әркім өз жауап береді. Ал бірақ шариғатымыз бойынша, халал стандарт бойынша да мұсылман адам болу дейді. Бітті, жеткілікті ол. Ол намаз оқиды, оқымайды, ораза ұстайды, ұстамайды, жұма намазға барады, айт намазға бармайды, барады. Ол өзінің мәселесі. Оған біз араласпауымыз керек. Жеке мүддесі өзі біледі. Жеке границасына өтпеуіміз керек. Дұрыс айтасыз. Алла разы болсын. Енді мына мәселе жайлы не айтасыз жалпы? Күнімізде халал харам жайлы блог жүргізіп, оңды солды пәтуа беріп жүрген блогерлер көп қазір. Осыларға бір айтарыңыз болса. Енді блогер деп айтуға бола ма екен оларды? Блог жүргізіп дегеннің өзі артық болатын шығар деп ойлаймын. Қазір мынау телефоны, смартфонды сипалаушының барлығы, айфонды алып алғандардың барлығы ақыл айтатын заман болды ғой. Оның барлығы ғалым ғұлама болып кетті, оның бәрі журналист болып кетті қазір. Телефонды ала салып, дүкен сөресіне жүгіріп барып, сыртында қаптамасында қандай жазуы бар, соны оқып, немесе соны суретке, видеоға тартып алып, суретке түсіріп, ой, мынау адал екен, мынау арам екен, мынау харам екен, мынаған жоламаңдар деп айтып жатқан. Енді бұл бір шетінен жанашырлық жасап жатқан шығар деп ойласақ, бірақ көбісі деп айтайықшы, өзінің контентін жасап жүргендер, өзінің жаңағы подписчигін көбейтіп жүргендер, өзіне көбірек внимание аудартқысы келіп жүргендер, өзін көбірек танытқысы келіп жүргендер, осындай қарындастарымыз бен бауырларымыз өкінішке орай жанашырлық танытып тұрған сияқты, бірақ негізгі мәселелер ар жақта жатыр да. Енді мынау адал, мынау арам, мынау халал, мынау харам деп айту, бұл ең бірінші Алланың атынан, шариғатымыздың атынан, Құранның атынан, сүннеттің атынан, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның атынан сөйлеу деген сөз. Оңай шаруа емес. Бұл оңай шаруа емес. Кім адалды арам, арамды адал дейтін болса, өзіне тозақтан орын дайындай берсін дейді. Мына нәрсе халал екен, мына нәрсе халал емес екен деп айту үшін ең бірінші шариғаттан білім болу керек. Фиқтан хабары болу керек, хадистен хабары болу керек, аяттан амал ету керек. Одан кейін жаңағы технологиялық білімі болу керек, биотехнология, химия технология, нутрициолог деген сияқты осындай маман иелері болу керек. Одан кейін оның бір стандарттарға негізделген білімі болу керек. Одан кейін жаңағы өзінің бір лабораториясы, зертханасы болу керек. Өнімді апарып тексеру керек ол жерге. Сыртына мынандай деп жазып қойыпты, одан кейін мен оны халал дедім, немесе халал емес дедім. Оған қарап айта алмаймыз. Оған қарап айтатын болса, қаншама дүниеге сертификат беріп тастамаймыз ба қазір? Біз не істеп отырмыз? Бәленбай адам жұмыс жасайды. Діни басқарманың құрамында, халал дамудың құрамында қаншама адамдар, 50-ден астам қызметкер жұмыс жасайды. Ол 50 адам не істеп отыр онда? 50 телефонды алып шығып кетіп, көшеде айтып жүре бермейміз бе?
жеке парақша ашып алып, жеке блог ашып алып. Жоқ, олай болмайды. Әр нәрсенің жөн жосығы бар, әр нәрсенің жоспары бар. Дұрыс айтасыз. Сондықтан ол нәрсе блог жүргізіпті немесе блогер болыпты деп мен айта алмаймын оларды. Бұл бауырларымызға мен Алла разылығы үшін бұндай нәрсені қойыңыздар деп айтқым келеді. Дұрыс айтасыз. Жасап жатқан адамдар бар. Солардың қатты жаныңыз ашып бара жатса, солардікін жеткізумен айналысыңызшы. Сол сізге мынадан контент, сол сізге мынадан подписка жинап береді. Сауабы да болайын. Қажет болатын болса, сауабы да бар оның. Діни басқарма немесе шетелдік халал сертификаттаушы ұйым мынаны халал деп айтыпты. Осы халал екен, мына арғы жағын білмеймін деп айтса жетеді. Білетінді білем деп, білмейтінді білмеймін деп айтудың өзі сауаптысы. Білімнің жартысы. Білімнің жартысы. Ал енді барып дүкен сөресінде анау тұр екен, оның құрамында мынау бар екен, бір жерден шала-пұла естіп алғанын барып айтып жүру, оған жаңағы халықты имандай сендіріп жүру, сосын жаңағы қазір енді бәрі дамыған заман, телефонның ар жағында отырған жастарымыз әсіресе солардың айтқанына сеніп кеткен. Ойбай, анау кімсің, данышпан анау. Кім анау, ой, білгіш сол жақсы айтып жатыр, сол біледі екен. Ой, айналайын, ол мамандығы басқа ғой оның. Оның негізгі жұмысы басқа. Ол негізі басқа жерде жұмыс істейді ол. Бірақ сонымен қатар өзін танымал тұлға етіп көрсету үшін жаңағы неқта жүрді? Телефонда болып. Телефонда. Қолында телефоннан басқа ештеңкесі жоқ оның. Бұл дұрыс емес. Бұл үлкен қателік деп айтамын. Бұнымен айналысуды қою керек. Мен осылай бауырларымыздан, қарындастарымыздан өтініп сұраймын, бұл нәрсе дұрыс емес. Қойыңыздар бұл нәрсені деп айтқым келеді. Өте керемет болды. Енді бұл жаңа харам, халал деп ол Алланың және пайғамбардың атынан сөйлеуді. Иә. Өте қауіпті нәрсе ғой. Өте қауіпті нәрсе. Егер сол біреу адал деді немесе арам деді жеп қойса, оның жауапкершілігін айтыңыз. қияметте жауап береді ғой. Жауапкершілік өте үлкен. Өте үлкен. Құдай бұны жасап жүрген жаңағы осыны енді діни басқармамыз негізгі міндеті болғандықтан жасап отыр, және бізге осы қызмет жүктелгендіктен біз күнделікті Құдайдан сұраймыз. Алла тағала халалға сенуші адамдардың алдында жүзімізді жарық қыл. Өзіңнің алдында мойнымызды тік ұстауды нәсіп ет. Басшылардың алдында жүзіміз жарық болсын. Өзіңнің жаңағы тура жолыңнан адастырмауды, осы жерде аяғымыздың бүрі таймауын нәсіп ет деп біз сұраймыз. Жауаптысы ғой. Үлкен жауаптысы. Үлкен жауаптысы. Бір неде сапарда бір неде жүрсек, қалада бір үлкен жиында мынау Нұр-Марак университетінің бір ғалымымен кездесіп қалдық. Өзіміздің енді әріптесіміз, досымыз. Ғалым жігіт, доктор. Білімі менен көп, білімі бізден көп. Сол айтады, менің ненің халал емес екендігін қарап жүретін уақытым жоқ дейді. Негізі міндетім ол емес мен. Мен міндетім студенттерге, магистранттарға сабақ беру дейді. Мен содан сұраламын дейді. Мен бала шағам айтам дейді. Ана діни басқарманың суреті бар ма? Таңбасы бар ма? Онда алып жей беріңдер. Біз дейміз, олар жауап береді деп айтам дейді. Көрдіңіз бе, үлкен жауапкершілік. Үлкен жауапкершілік. Біз дейміз, олар жауап береді деп айттым дейді. Бірақ ол бізден артық біледі ненің адал емес екендігін. Шариғаттың жаңағы шебері деп айтсақ болады. Шетелде оқып келген, елімізде қаншама жер тауысып оқыған, қаншама студент оның алдынан сабақ алып отыр. Бірақ ол айтады, менің жұмысым емес бұл деді. Бұл сіздердің жұмыстарыңыз. Жауапкершілікті қарасаңызшы. Біз дейміз, сіздер жауап бересіздер деді. Сондықтан біз бұл жолда Құдай бізге жәрдемші болсын. Әмин, айтқаныңыз келсін. Тағы бір сұрақ қояйын сізге аға. Мынау дүкендерде халал өнімді қалай таңдауға болады? Мысалы, біреулер Е100, Е200, Е500-ге қарап таңдап жататындары бар мысалы. Енді дүкен сөрелеріндегі жаңағы өнімдерді алатын кезде барынша жаңа сенімді халал сертификаттаушы органдардың белгілеріне қарауымыз қажет. Одан кейін жаңағы
бірдеңке, тағы бірдеңке, оны арнайы маман болмаса, жаңағы адамдар онша түсіне бермейді. Жаңағы жоғарыда айтқан блогер сымақтардың өзі соны шала-шарпы естігендерін айтып жүр. Бұл кезде мынау біз осы қарапайым тұтынушыға пайдалы болсын деп смартфонға iOS-қа, Android-қа арналған арнайы бағдарламалар шығарып қойдық. Халал гайд бағдарламасын шығарып қойдық. Приложение дейміз ғой. Сайтымыз бар. Осыған жазсын. Осы жерде жаңағы мынау Каспийдің приложениесін немесе екі кистің приложениесі күнделікті бізге қажет болғандықтан үйреніп алдық қой соны. Сол сияқты ананы үйреніп алайық. Күніге бір рет ашайық соны. Өмірімізге керек. Өмірімізге керек. Ол біздің ақыретіміз үшін керек. Мынау жаңағы мен жоғарыда айтқан қосымшалар сәжде кейзет мысалы, бұлардың барлығы біздің 5 уақыт намазымызға қаншалықты керек болса, мынау халал гайд приложениесінде, халал гайд қосымшасы да сондай қажет бізге. Күнделікті керек. Қай өнім халал екендігін білу үшін, қай өнімнің тіркелмегендігін білуімізге бұл қажетті дүние. Сондықтан біз сіздер үшін жұмыс жасадық, сіздер қолдаңыздар енді. Дүкен сөрелерінде қаптамасында жаңа халал таңбасы бар жоқ екендігіне аса мән беруіміз керек. Одан кейін бояғыштары, мынау красительдері, жаңа негіз табиғи емес қоспалары аз дүниені көбірек таңдаған жақсы. Осындай жолдары бар. Алла енді бәрімізге тура жол нәсіп етсін және адал тамақтан тұтынуды нәсіп етсін деп. Уақытымызда біраз болып қалды. Бір соңғы сұрақты қойып, Алла қаласа тәмамдайық. Жалпы желатин харам ба, неден жасалады деген сұрақ көп кездеседі. Енді бұл дүние бір айта алтайды, Жамал апа қартайды деген тәмсіл бар. Желатиннің барлығы халал немесе барлығы халал емес харам деген дүние жоқ. Желатиннің жасалу жолдары бар. Желатин неден алынады? Ең бірінші жануардың ішек қарын сіңірі терісінен жасалатын желатин бар. Жануардың ішінде де адал сойылған малдікі немесе адал емес жаңағы бауыздалмаған малдікі. Одан кейін арам еткен, Алла тағала қасиетті Құранда арам еткен доңыздан жасалған желатин бар. Бұл өздігінен халал емес, оны біліп тұрсыз. Ал енді жаңағы тағы бір не бар? Балықтың терісінен, балықтың майынан жасалатын бар. Оныкі адал. Одан кейін өсімдіктен микробиологиялық жолмен жасалған желатин бар. Бұл адал. Яғни желатиннің адалы көбірек. Түсінікті. Адал емесі азырақ. Бірақ көп тарағаны жаңағы адал емесі де. Сондықтан бұл жерде желатин неден жасалды соған байланысты. Желатин десе ол біз қашып ойбай ол халал емес дейміз ғой. Бірақ оның жасалу жолына қарауымыз керек. Бірақ адал көбірек екен деп бәрін жіберуге тағы болмайды. Қарау керек. Қарау керек. Оны арнайы мамандар қарайды тағы да. Жақсы, Алла разы болсын, керемет бір пайдалы сұхбат болды. Иншалла Алла тағала өміріңізді ұзақ қылсын, бала шағаңыздың қызығын көріңіз. Алла баршамыздан разы болсын. Уа ахиру дағуана анил хамдулиллахи раббил аламин.